Мемлекет және қоғам қайраткері Мұстақым Біләлұлы Ықсановтың туғанына биыл 95 жыл толды. Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында дүниеге келген Ықсанов Алматы теміржол техникумын, Қазақ ауыл шаруашылығы институтының гидротехникалық факультетін бітіргеннен кейін Алматы қаласында Фрунзе аудандық комсомол комитетінің хатшысы, Жетісай құрылыс басқармасының прорабы, өндірістік техникалық бөлімінің бастығы, бас инженері, басқарма бастығы болды. 1975-1986 жылдары, яғни 11 жыл бойы Батыс Қазақстан облысына басшылық етті. Мұстақым Біләлұлы билік басына келгеннен соң облыс орталығының келбеті 11 жылдың ішінде адам танымастай өзгерді. Оралды көркейту және оның сәулетін арттыру мақсатында жобалау институттары, жаңа теміржол бекеті, әуежай, әмбебап дүкен, баспасөз үйі және басқа да сәнді де сәулетті ғимараттар пайдалануға беріліп, көпшілік қажетіне жаратылды. Сондай-ақ 12-14 қабатты зәулім тұрғын үйлер салынды. Руханият пен мәдениет саласы да сол кездегі өңір басшысының назарынан да тыс қалған жоқ. Оның тікелей нұсқауымен Ақжайық ән-би ансамблі құрылып, ол еліміз былай тұрсын тіпті сонау Норвегияда өнер көрсетті. Оралға қазақтың өнер қайраткерлері Ермек Серкебаев, Нұрғиса Тілендиев, Әсет Бейсеу және басқа да өнер иелері жиі ат басын бұрып, тұрғындарды ән мен күйдің әуеніне бөледі. Жұбан, Ғабит сынды атақты жазушылардың Жайық өңіріне келуіне де Ықсановтың сан салалары қайраткерлігінің септігі бар. Ықсанов еліміздің өзге өңірлерінде де жемісті еңбек етіп, ел сүйіспеншілігіне бөлене білді.